Дүниежүзілік экономикалық форум мамандарының пікірінше болашақта мына мамандықтарға деген сұраныс төмендейді. Құрылысшы, өндіріс жұмысшылары, кеңсе және әкімшілік қызметкерлері, тілшілер мен сәнгерлер. Бұл үдеріс басталып та кеткен және алдағы 15-20 жыл ішінде еңбек нарығында өзгерістер орын алады. Құрылысшылар мен жұмысшыларды алмастыратын 3D принтерлер мен роботтар. Біріккен ұлттар ұйымы баяндамасына сәйкес дамушы елдердегі роботтандыру, электротехника және автокөлік саласындағы қызметкерлердің 3/2 бөлігінің орнын баспақ. 3D принтерлер құрылысшылардың 50%-ын жұмыссыз қалдырады. Ал жүргізушілерді жақын күндерде автопилот алмастырады. Кеңсе қызметкерлерінің орнына мәселелердің шешімін тауып, адамға қарағанда жұмысты жылдам әрі тиімді атқаратын ақылды компьютерлік жүйелер келеді. Орақ тілді тілшілерден кем түспейтін роботтандырылған бағдарламалар пайда болуына байланысты тілшілердің де басым бөлігі жұмыс таба алмауы мүмкін. Дәстүрлі графикалық дизайнерлерді де бағдарламалар алмастырады. Десе де бұл мамандық түбегейлі жоғалмайды, тек түрленеді. Жақын аралықта ақылды қалалар мен компьютерлік жүйе дизайнерлеріне деген сұраныс туындайды. Дегенмен мамандардың сөзінше, қауіп тобынан кез келген мамандық орын алуы мүмкін. Роботтар мен компьютерлік бағдарламалар адвокаттар мен директорларды да оп-оңай алмастыра алады. Тәжірибе жүргізу мақсатында құрылған құқықтық робот ақш-та жұмыс істеуде. Тәжірибені сәтті деуге де болады. Уақыт өте келе роботтар дамудың стратегиялық жоспарларын анағұрлым жақсырақ құрып, бүгінгі директорлар мен компания президенттеріне қарағанда түрлі жағдайларға жылдам әрекет ету мүмкіндігіне ие. Дегенмен мамандар барлық мамандық өкілдерінің еңсесін түсірмей кәсібилік деңгейін арттыруға шақырады. Себебі жақсы мамандарға деген сұраныс қашанда жоғары. Мысалы, роботтандырылған өнеркәсіп мекемелері қайтадан адамдарды жұмысқа шақыруға мәжбүр. Роботтар өз қызметін жақсы атқарады, бірақ олар жаңашыл ойлар, ішкі түйсік немесе адам бейнесімен әлде қандай әрекет жасауға қабілетсіз. Тіпті осынша көп жарнамаға ие болған автокөлік автопилотының өзі де адам көмегіне мұқтаж.